Бүгін мен тағы бірдеңені білдірмекші болып жатырмын. Бұл біздің жатын бөлме. Мына үлкен шкаф қабырғаға жабысып тұрғандықтан шкафтың арты суланып, иісі шығып жатыр екен. Бұл шкаф қанша жылдан бері орнынан қозғалмаған. Енді артына жел қақтырып кептіріп алайын десек, қайтадан орнына қою мүмкін емес сияқты. Бір күннің ішінде шешім қабылдап, ойлы саман болсын, спальный гарнитурды сатып жібердік. Тек қана кроватьты алып қалдық. Жатын бөлменің гарнитурын минимализм стилімен тапсырысқа жасатпақшымыз. Енді осы бөлмені дайындап, жаңа гарнитурға орын босатуымыз керек. Ескі гарнитурды сыртқа шығарудың өзі оңай болмады, өте массивный. 2 адамдық үлкен кереуетті алып қалдық. Себебі осындай көлемдегі кереуеттердің бағасы 150-160 мыңнан жоғары тұрады екен. Реставрация жасап, жаңа гарнитурға үйлестірмекшіміз. Алдағы болатын процесстерді толықтай көремін десеңіз, жоғалтып алмас үшін лайк басып тіркеле кетіңіз. Бұған дейінгі болған жөндеу жұмыстарында қарап отырыңыздар. Мүмкін өздеріңізге ой түйерсіз немесе маған айтар кеңесіңіз бар болар.